Шыңғот аға, қош келдіңіз эфирге. Азаматтардың ісі туралы соңғы жаңалықтарды айтасыз. Оқырмандар күтіп отыр. Жалпы мына енді нағыз атажұрттың жігіттері деп айта берейік. Нағыз атажұрттың жігіттерінің қылмыстық ісі бойынша тергеу аяқталды деп жариялады. Біз қылмыстық істің құжаттарымен таныстық, 10 том. Бірақ енді 10 том деген атағы болғанымен ол жерде көбі бір-біріне қайталанатын құжаттар. Бірақ енді мен енді адвокат есебінде, қорғаушы есебінде бұл қылмыстық құжаттарында ешқандай жаңағы осы нағыз атажұрт жігіттерінің қылмыстық кодекстің 174 бабының 2 бөлігімен тағылған айыпты дәлелдейтін құжаттарды көрмедім. Ең бірінші мәселе, өткенде де айттым ғой енді. 13 қараша күні бұларға әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде іс қозғады. Бұларды жазаға тартты. Яғни бұларды әкімшілік құқық бұзушылық жасады деп таныды. Сосын ертесі күні 14 күні алдыңғы қаулыны бұзбай бұларға қылмыстық іс қозғады. Ол қылмыстық істің қозғауы заңсыз, өйткені себебі бұларға қозғалған әкімшілік іс сол кезде заңды күшінде болды. Яғни Қазақстанда конституция бар, конституцияға бүкіл заңдар бағынады, барлық заңдар. Қылмыстық процессуалдық кодекс, қылмыстық кодекс, бәрі сол конституцияға қайшы болмау керек. Конституцияның талабында көрсетілген бір әрекет үшін 2 рет жазаланбайды деп. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық жасады деп танығаннан кейін қылмыстық іс қозғаған 14 қараша күні. Ол заңсыз. Ал енді заңсыз қозғалған қылмыстық іс бойынша жасалған тергеу әрекеттері түгелдей заңсыз. Сосын енді бұл жерде одан басқа айтатын мәселе, кез келген жаңағы адамды әуелі қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін дәлелдеме керек. Бұл жерде бұлардың жаңағы айттым, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша, енді мен өзім заңгер есебінде әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстандағы қазіргі заң бойынша заңды деп есептеймін. Өйткені бұлар енді жаңағы Ұйғыр ауданының әкімшілігінің келісімін алған жоқ. Сол үшін оларда әкімшілік құқық бұзушылық болды. Сол үшін оларға 15 тәулік берді, 7 тәулік берді, айыппұлдар салды. Бұлар оның бәрін өтеді. Енді қылмыстық іс қозғау үшін олар әуелі сараптама жасату керек еді. Олар өзіңіз қараңыз уақытқа 14 күні оларға қылмыстық іс қозғады, а сараптамалар 21, 22, 27 күнде дайын болды. Яғни 14-нен 27-не дейін 13 күн бойына ешқандай дәлелдеме болған жоқ оларда. Өйткені тергеуші, не болмаса прокурор, олар сарапшы емес қой. Сондықтан оларда заңсыз қозғалған іс, ешқандай дәлелдемесіз. Ол екінші заңсыздық. Содан кейін үшінші, енді сараптама қорытындысына келетін болсақ, мен сараптама қорытындысында енді 30 жыл адвокат болып жүрмін ғой, талай осындай істерге қатыстық. Мына 174 бап бойынша адамдардың сөздері керек. Яғни ол айту керек, аузымен сөйлеу керек. Осы қылмыстық іс бойынша 4 адам сөйлеген.